birinchi sınıf o'quvchisi. Ikkinchisi Hansiyeva Aykerim Murodova. Zerttөө maqsadi mектеп өміріне жасыл экономиканың элементтерін тиімді енгізу жолдарын анықтап, оны практикада қолдану. Міндеттері жасыл экономиканың негізгі ұғымдарын зерттеу, мектептегі экологиялық жағдайларды сараптау, және де жасыл бастамалар арқылы мектепте ресурс үнемді жолдарды ұсыну. Зерттеу әдістері сауалнама, яғни оқушылар мен мұғалімдер арасында сауалнама өткізу. Және де мектептегі су, жарық және қағаздардың тұтыну көлемін есептеу. Эко-іс-шараларды ұйымдастырып, нәтижелерді салыстыру. Негізгі бөлім жасыл экономика дегеніміз не? Жасыл экономика дегеніміз энергияны үнемдеу, және де қағаздар қалдықтарын азайту, және де қайта өңдеп, оны экологиялық қауіпсіздік және жаңартылатын энергия көздерін қолдануды көздейтін жүйе. Мектептегі қазіргі экологиялық жағдайлар. Біздің мектепте қағаз көп жұмсалады, және де электр қуаты шамадан тыс қолданылады. Қалдықтарды сұрыптау жүйесі жоқ. Мектепте енгізілген жасыл бастамалар, қағаз қалдықтарын жинау жәшіктері қойылды, жарықты үнемдеу стикерлер орналастырылды, және де аулаға ағаш отырғызылды, экобұрыш ұйымдастырылды. Сонымен қатар экоклуб құрылып, сенбіліктер өтті. Нәтижесінде бір айда 15%-дан астам қағаз тұтыну 15%-ға азайды. Және де электр қуаты 10%-ға үнемделді. Сонымен қатар оқушылардың 82% экологиялық жауапкершіліктерін ашты. Қорытындылай келе, жасыл экономиканың пайдалары өте көп, және де оны мектеп өміріне енгізу ол өте дұрыс шешім деп ойлаймын. Бұл тек табиғатты қорғау ғана емес, болашақ ұрпаққа деген жауапкершілік. Ұсыныстар барлық мектептерде экоклубтар құру, мектептер бағдарламасына экологиялық тақырыптарды кеңінен өргізу, және де қалдықтарды сұрыптау жүйесінің стандарттарын енгізу. Қайырлы күн, менің атым Өзбек. Мен 7-ші сынып оқушысымын. 7-ші сынып оқушысымын. Менің бүгінгі ғылыми жобамның тақырыбы дүкен атаулары арқылы адамдардың өмірінде ағылшын тілінің практикалық қолданылуын талдау. Мен секциямның аты ағылшын тілі, ал секциямның аты ағылшын тілі гуманитарлық бағыт. Бүгінгі бізде тақырып дүкен атаулары арқылы адамдардың өмірінде ағылшын тілінің практикалық қолданылуын талдау. Біздер ағылшын тілі бізде әлемнің ең көптеген елдерінде кездесетін тілдің бірі болып табылады. Сол үшін де бізде ағылшын тілі қазіргі адам үшін өте қажет тіл. Үйден мысалға шыққан кезде, көшеге шыққан кезде, көшеде дүкендердің атауларын көрген кезде, бұны әр адам өзіне сұрақ қоюы мүмкін. Бұл қандай мағынаны білдіреді деген. Сондықтан ол көптеген ағылшын бізге үлкен өзіміз қолдан бұйым жасадық. Бұл түнде қолданатын шам. Және де бұл өте жеңіл болып келеді. Сыртынан бұл нәзік болып көрінгенмен бұл өте қатты болады. Бұны әкеміз екеуміз жасадық. Бұл дрелмен дрелдің өзінен әрен дегенде кесіледі. Сол үшін де бұның формасын жақсы жасай алмадық. Түйеқұстар 30-70 жылға дейін өмір сүре алады. Осы тақырыбы бойынша түйеқұстың сырлары бойынша мен осыларды жасап келдім. Бұл жердегі ақпараттың барлығы интернеттен алынбаған. Бұл жаққа ақпаратты жетекшіміз екеуміз арнайы фабрикаларға барып, мамандардан сұрастырып, біліп осы жерге қойдық. Өйткені дене массасының индексі жаңа да айта кетсеңізде объективтен шығарған болады. Бұдан кейін бұл ересек адамдарға арналған шкаласы, жасөспірімдерге арналған шкаласы арнайы болды. Жасөспірімдерге оларда гормон болады, тағы басқа. Мысалы, кейбір жасөспірімдер олар бірінші бойлары өсіп, содан кейін барып салмақ қосылады. Ал кейбіреулерінде салмақ қосылып, содан кейін барып бой басады. Олар арнайы арналған шкаласы бар. 13 жастағы ұл бала үшін арнайы дене массасының индексі шамасы 16,5-21,5, ал қыз баласы үшін 16,3-22,0 болады. Келесі бізде сауалнама болды. Сауалнамадан әр адамның өзінен сұралды. Сауалнаманың мысалына келгенде сіз өзіңіздің бойыңыз бен салмағыңызды нақты білесіз бе? Я, жоқ, немесе шамамен білемін деген сияқты. Сондай анонимді түрінде өтілдік. Осылай келесі
Мысалы, нөмір 5-ші сұрақ, нөмір 5-ші сұрақта айтылған дауыстары қорытындылай келе, бұл жолда дене массасының индексін есептеу арқылы оқушылардың салмағының бойының үйлесімділігі зерттелді. Математикалық формуланы қолдана отырып өздерінің өміріне керек екенін дәлелдеді. Өзінің денсаулығына деген көзқарасы зерттелді. Түйеқұс ол түйеге ұқсас болып келеді. Түйеқұс пен түйенің айырмашылықтары түйеқұс пен түйенің екеуінің аяқтарының саусақтары екеу болып келеді, және олардың аяқтары ұзын. Түйеқұстар олар шөлге өте бейімді болып келеді. Түйелерге ұқсас. Бізден жер шарында қай жерде болсаңыз да сіз ағылшын тілін білсеңіз, кез келген адаммен сөйлесе аласыз. Ағылшын пәнін білу бізге болашақта да көп көмек келуі мүмкін. Мысалға, толығырақ қарастырғым келеді. Біздің қалам Қазақстанның 16-шы жылғы орта мектебінің 9-шы Б сынып оқушысы Нұрмұхамед Әмірхан Дилаханқызы. Жетекшім география пәнінің мұғалімі Алханова Гүлжауһар орынбасарова. Менің бүгінгі тақырыбым түйеқұстың біз білмейтін сырлары. Арналған арнайы кесте шығардым. Ол кестеде